Халвингтан қалай ақша табуға болады? Мен жалпы сіздерге осы жайында арнайы өзімнің толық анализімді жасап көрсетейін деп жатырмын. Және де бұл тарихпен де дәлелденген түрі бар. Бұл жерде математикалық тұрғыда основной жасалынған. Сіздер де осы видеоны толық қарап шығыңыздар, және де өз пікірлеріңізді комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Келісесіздер, келіспейсіздер, соған қарай. Жалпы сіздер не ойлайсыздар, иә? Жалпы мен мына жерде нақты дәлелдермен келтіріп отырмын. Көп жағдайда бірдей қозғалады, және де нақты қай моментте пайда береді, қай моментте пайда бермейді. Яғни қай моментте сату керек, қай моментте сату керек. Сол жайында. Яғни сіз сол нәрселерді білсеңіз, бұл жерден бір өте үлкен ақша табуға болады. Сондықтан да мен бұл дүниенің барлығын сіздерге просто так тегін берейін жатырмын. Қайталап айтамын, тегін берейін деп жатырмын. Енді қараңыздар, мен сіздерге дәлел ретінде көрсетіп кетейін, қандай анализ жасадым, иә? Қараңыздар, бізде халвинг деген жалпы жылына 4 жыл сайын бір халвинг болып отырады. Енді бізде биткоин 2009 жылы шыққан, бірақ десе де ең алғашқы халвингі ол 2012 жылы болған. Халвинг деген жалпы ол жерде майнерларға жаңағыдай не береді? Енді халвинг туралы түсіндіріп кетейін, бір шама енді түсінбейтін кісілер бар шығар. Халвинг деген майнерларға былайша айтқанда сыйақы береді. Осы именно 4-ші халвингта қазір 3 биткоиннан каждый майнерларға сыйақы беріп жатыр. Яғни дәл сондай сыйақы береді. Майнер деген ол биткоинді былайша айтқанда өндіретін, биткоиннің блокчейндарын сақтайтын компания деп атауға болады, иә? Жалпы сондай. Және де одан бөлек тұрып қалған, яғни 4-5 жылдан бері пайдаланбаған, иә, ешкім қолданылмаған кошелектерді не істейді? Жымайтып етеді, яғни количествосы жағынан не істейді? Азайып отырады. Жалпы сондай нәрсе халвинг деген 4 жыл сайын былайша айтқанда азайып отырады деген сөз. Енді қарайық, халвингта жалпы бізде қандай ситуациялар болады и қай моменттерде кіруіміз керек, қай моменттерде шығуымыз керек, иә? Мен сіздерге дәлел ретінде бұрынғы тарихпен бірінші келтіріп алайын, одан кейін сіздерге нақты осы 2024-2025-те қаншалықты ақша істеп қалуға болады, соны мен сіздерге қазір көрсетіп өтетін боламын. Кеттік ендеше. Бірінші халвингта бізде 2012 жылы 28 айдың 11 айда 28 күні басталған. Жалпы халвинг күні, то есть халвингқа дейін бізде $6 болған, және де халвинг күні бізде 12-де $53 болған екен, иә, $13 болған. После халвинг 10 күн қалғаннан кейін бізде баға тек қана көтеріліп отырған. То есть бір жылдың ішінде 12-де $53-дан $12-дан $1003 дейін көтерілген, иә, $1003 дейін бір жылдың ішінде. Ал 1,5 жылдың ішінде, бір жылдан соң тағы бір жылдың ішінде, то есть $200 түсіп қалған. Яғни $1000 дейін көтерілген, қайтып $200 түскен. После 10 күннен кейін чисто көтеріліп отқан. Неге? Өйткені халвингтан алдын бізде баға көтеріліп тұрған $6 дейін түскен, яғни 20%-ке түсіп, и қайтадан халвинг болатын күні 12-де $53 көтерілген. Сондықтан халвингтан кейін чисто көтеріліп отқан. Бұл бірінші халвингта, иә, бір жылдың ішінде $1003 жеткен бір биткоинның бағасы. Ал араға тағы бір жыл салып, одан кейін $200 түсіп қалған. Яғни бұл жерде қарайтын болсақ, $1003-дан $200 түскен кезде 80%, яғни 80%-ке бағасы түсіп кетіп отыр. Енді мына жерде $12-дан $1003 дейін көтерілген есептейтін болсақ, бізде бұл жерде 8000%-ке баға көтерілген. Яғни есемен есептейтін болсақ, 80 есеге өскен екен. Жалпы бұл бірінші халвингта болған жағдай. Енді екінші халвингті көрсететін болсам, екінші халвингте тоже самый до халвинга бір ай қалған кезде $700 болған, халвингта $640 болған, нақты халвинг басталған кезде. И халвингтан кейін баға наоборот түскен. Өйткені халвингтан алдын баға жоғары болған, халвинг кезінде баға түсіп басталған, халвингтан кейін түсіп кеткен. Яғни 13%-ке түскен. $640-дан $575 дейін түскен. Процентпен есептейтін болсақ, бұл бізде 13%. Ары қарай араға бір жыл салып $2572 жеткен, тағы жарты жыл салып общий 1,5 жылда бізде $16,000 жеткен. Одан кейін тағы араға бір жыл салып
бізде $3673 дейін түсіп кеткен. Енді бұл жерде бізде есептеп қарайтын болсақ, халбингта бізде $640 басталған. Енді бұл жерде өскен кезде $16,000 дейін өскен, яғни 2500%-ке өскен. Есемен есептейтін болсақ, 25 есеге өскен. Осы жерден бастап қайтадан баға түсіп отқан, баға түсіп отқан 80%-ке дейін түскен баға. Яғни ровно халбингтан нақты жоғары өскеннен кейін примерно 1-1,5 жыл толықтай өсіп отырған. Бірінші халбингте де 1,5 жылдай өскен, екінші халбингте де бізде 1,5 жыл бойы өскен. Және де ары қарай баға түскен кезде 80%-ке түсіп отырған. Енді үшінші халбингқа назар аударамыз. Үшінші халбингта қарайтын болсақ, бізде үшінші халбингтан 2 ай алдын бізде $10,000 болған, халбинг жақындаған кезде $5,000 болған, халбингта бізде $8,800 болған. Яғни халбингтан алдын жоғары тұрған кезде қайтып түсіп, халбингтан алдын уже түскен, бізде түсіп барып қайтадан көтерілген, 50%-ке халбингтан алдын түскен екен. Енді халбингтан кейін бір айдан кейін бізде $9,800, ары қарай уже осылай көтеріліп отқан. Бір жылдан кейін бізде биткоин бағасы 63,000-ға жеткен. 1,5 жылда бізде 67,000-ға жетіп, обратно араға тағы уақыттар салып $16,000-ға дейін түсіп қалған. Оны процентпен есептейтін болсақ, жалпы бізде $8,800-дан бастап халбингта басталған, содан $67,000-ға дейін өскен кезде 750% қана өскен екен. Яғни есемен есептейтін болсақ, 7,5 есе салған ақшаңыздан. Есе деген түсініп тұрсыздар, 1 миллион салсаңыз 7,5 миллион теңге аласыз деген сөз. Ол процентпен есептейтін болсақ 750%. И одан кейін баға түскен кезде 75%-ке түскен. Бұл үшінші халбингта, 67,000-нан бізге 16,000-ға дейін түскен кезіндегі процент, ол 75%. Енді қарайтын болсақ, тағы бір нәрсеге назар аударып кетейін. Мысалы қараңыздар, басында бізде мына жерде ең бірінші халбингта бізде 8,000% өсті, екінші халбингта 25% өсті, то есть 25 есе 2,5% өсті, одан кейінгі халбингта 750%, яғни 7,5 есе өсті. Бұның барлығының аралығында қарайтын болсақ, нақты бір сандар ғана тұр, есептеп қарайтын болсақ. Енді осы жерде 70% минус 60-та отсақ болады. Яғни өсу деңгейі, каждый халбингта өсу деңгейі 70%-ке төмендеп отқан. Яғни ең бірінші 80 есе, яғни 8,000%-ке өсетін болса, екінші халбингте 2,5%-ке ғана өскен. Яғни өсу деңгейі 8,000%-тен алып тастайтын болсақ, өсу деңгейі бізде 70%-ке төмендеп отыр. Одан кейінгі қарайтын болсақ, тоже 7,5%, то есть 7,5 есе 750%. Яғни тоже өсу деңгейі, биткоиннің өсу деңгейі, яғни пайда беру, өсу емес, пайда беру деңгейі жалпы бізде 65-70%-тің аралығында болып тұр. Енді төртінші халбингта қалай болуы мүмкін? Мысалға, қазір халбингтан алдын бізде бір ай алдында 73,800-ге дейін барды максимум нүктесі, және де одан бізде құлады 59,000-ға дейін. Яғни арада есептеп қарайтын болсақ, бұл жерде 20%-ке биткоиннің бағасы құлап тұр. Сонымен биткоин бағасы халбингтан кейін тоқтаусыз өседі деген сөз. Бұл халбингта қалай өседі? Енді бұл халбингта бізде 2,25%-ке дейін ғана өседі. Яғни 2,25% деген сөз 2,25 есе 2,25%-ке өседі. Яғни доллармен есептеп қарайтын болсақ, бізде примерно халбинг $70,000-да басталатын болса, бізде 157,500-ге дейін 1,5 жылдың ішінде өседі, достар. Яғни 157,000 осы жерге дейін өседі. Яғни бұны біз бірінші, екінші, үшінші халбингпен салыстырып қарағанда, енді жалпы тарих қайталанып жатады деген нәрсе бар вообще трейдинг саласында. Дәл осындай негізі бірінші, екінші, үшінші жалпы халбингтарда вообще сол уақыттарда барлығында бізде бірдей қайталанып отқан. Дәл сондай қайталанып деп елестететін болсақ, бізде 157,000-ға дейін биткоин барады деген сөз.
1,5 жылдың ішінде достар. Яғни халбинг басталды, все болды, бірден резко көтеріледі дегенде сөз емес, жай постепенно көтеріліп отыратын болады. 157 мыңға дейін өседі. И одан кейін тағы араға примерно 1 жыл салып, баға қайтадан түсе бастайды. Баға 157.500-ден бастап 80%-ке түседі деп есептейтін болсақ, бұрынғы тарихпен салыстырып қарайтын болсақ, каждый неде фигна жеткен кезде 80%-ке түсіп отқан дұрыс қой да. Сол 80%-ке түскен есептейтін болсақ, бізде 31.400-ге дейін биткоин бағасы түсу мүмкін екен 2026 жылдың соңына қарай примерно. Одан кейін бізде уже түсіп бастайды и осы 31.400-ге дейін түсіп бастайды и ары қарай мен түседі деп мүлдем ойламаймын. Уже ары қарай постепенно тағы да көтеріліп бастайды. Енді 2028 жылы бізде 5-ші халбинг басталады. 5-ші халбингтің басталатын жері менің ойымша 94.200 сол уақыттарда, жалпы $94.000 кезінде жалпы 5-ші халбинг басталады. Енді бұл жерде сіздер принципе қалай табыс табуға болады десеңіздер, осы жерде қазірден бастап биткоин сатып ала берсеңіздер болады. То есть халбингті ештеңені күтудің қажеті жоқ. Халбингтен кейін толқы достар менің айтқанымдай бұйырса өседі деп отырмын. Жалпы бұл менің мнением. Егер өздеріңіздің басқа да мнениелеріңіз болса, комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Өздеріңіздің ойларыңызды толықтай мынандай болады деген сияқты. Жалпы мен өзім математикалық тұрғыда да, жалпы тарихпен де дәлелденген түрде жалпы өзім зерттеп қарап, сіздермен де бөлісіп отырмын. Сіздер қалай ойлайсыздар, қалай елестетесіздер осыны. Жалпы менің ойым, биткоин бағасы 1,5 жылдың ішінде 157 мыңға жетеді. Сондықтан да қазір 70 мыңда тұрған кезде спокойно үлкен ақшаға болса да сатып ала берсеңіздер болады. Одан кейін өскеннен кейін бұл жерде где-то 225% өздеріңіздің пайдаларыңызды былайша айтқанда көруге болады. Мүмкін одан жоғары болуы мүмкін, чуть-чуть төмендеу болуы мүмкін. Бірақ менің ойымша нақты ойым осы 157 мыңға барады деп елестетіп отырмын. Бұрынғы анализдермен общий қарап жасаған кезде, жалпы менің өзім ойым, дәл осындай сіздерде салсаңыздар болады. Ақшаларыңызды примерно қарап, менің ойыммен салыстырып, басқа да эксперттерден қарап, олармен бөлісіп, осы видеоны жан-жаққа таратыңыздар, бөлісіп көріңіздер, ақылдасып көріңіздер. Жалпы менің ойым осындай. Өздеріңіздікінде жазып кетіңіздер. Және де бұл ой не үшін шықты, бұл бағалар не үшін көтеріледі, және де не үшін түседі. Жалпы именно 80%-ке не үшін түседі, оны мен келесі видеода айтатын болам. Сондықтан да осы видео сіздерге ұнаған болса, пайдалы болған болса, лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді от души жазыңыздар, айтыңыздар, бөлісіңіздер. Мен сіздерге кері байланысын беріп отырам. Және де менің осы YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Осы видеоны жан-жаққа таратыңыздар, және де ары қарай мен сіздерге келесі видеомен бөлісетін боламын. Келесі видеоны көрген кезде дәл осы процесті сіздер 100%-ке прям түсінетін боласыздар.